Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 70-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Бірінші есеп, гүлбақтағы алаң гүлзармен безендірілген. Бағбанға гүлбақта қанша гүлзар бар екенін санап шығу керек. Сызбаға қара, әр жағдайда есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Бұл жерде екі түрлі гүлзарлар бар. Біреуі ақ түсті, біреуі қызыл түсті. Оларды бірінші жағдайда, бірінші қатары бойынша есептеп алған. Сонда бірінші қатарда 4 ақ гүлзар, міне тұр, және 2 қызыл гүлзар. Ол екеуін қосып алып, 3 қатарға көбейту керек. Міне, 3 қатарға көбейтті. Сонда бірінші 4-ке 2-ні қоссақ, бір қатарда 6 гүлзар, оны 3 қатарға көбейтсек, 18 гүлзар болады. Ал енді екінші сызбаға қараңыздар. Бұл жерде ақ гүлзарларды бірінші анықтап алған. Сонда оның бір қатарында 4 гүлзар және 3 қатар, Олай болса, осы 4-ті 3-ке көбейтіп алған. Одан кейін қызыл гүлзарға қарайық. Ол жерде бірінші қатарда 2 гүлзар. Сонда 2 гүлзарды 3 қатарға көбейтеді. 1 қатар, 2 қатар, 3 қатар. Жеке-жеке анықтап алу керек. 4-ті 3-ке көбейткенде барлығы 12 ақ гүлзар. Ал 2-ні 3-ке көбейткенде 6 қызыл гүлзар. Барлығын анықтау үшін екеуін қосқан, сонда 18. Міне оны формула бойынша да беріп қойған, яғни бірінші аға в-ны қосып, оны с-ға көбейту керек. Немесе аны бірінші с-ға көбейтіп алып, одан кейін в-ны с-ға көбейтіп алып, екеуін қосқан. Енді екінші есеп, тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен қалай тапқанын түсіндір. Бұл жерде тіктөртбұрыш беріліп тұр, оның ұзындығы 5 см, ені 3 см. Периметрді табатын 3 түрлі формула беріліп тұр. Біріншісінде барлық қабырғасын жеке-жеке бір-біріне қосқан. Енді екінші тәсілінде ұзындығын 2-ге көбейтіп алған. Себебі ұзындығынан 2 бар. Және енін 2-ге көбейткен. Енінен 2 бар. Олардың барлығын бір-біріне қосқанда периметрі анықталады. Одан кейін үшінші тәсілінде бірінші ұзындығы мен енін қосып алып 2-ге көбейту керек. Ал бұл есепте екі тәсілді қолданған. Бірінші тәсілінде 3-ке 5-ті қосып алған. Яғни ұзындығын еніне қосып алып, оны 2-ге көбейткен. Сонда 3-ке 5-ті қосқанда 8, оны 2-ге көбейтеді, 16 см болады. Ал екінші тәсілінде жеке-жеке көбейтіп алған. Ұзындығын 2-ге, енін 2-ге. Сонда екеуін қосады, 16 см болған. Енді үшінші есептеу керек. Бұл жерде екі тәсілді қолдандым. Бірінші тәсілі бойынша 20-ға 30-ды қосып аламыз. Сонда 50 болады. Одан кейін 5-ке көбейтеміз, 250 болады. Ал екінші тәсілінде бірінші 20-ға 5-ті көбейтіп аламыз. Одан кейін 30-ға 5-ті көбейтеміз. 20-ға 5-ті көбейтсем 100 болады, 30-ға 5-ті көбейтсем 150. Одан кейін екеуін қосамыз, 250 болады. Ал енді екінші есепте 70-ке 20-ны қосып аламыз, сонда 90 болады. Одан кейін оны 4-ке көбейту керек. Мына жерде 5 деп жазылып тұр, 4-ке көбейтеміз. Сонда 360 болады. Ал енді екінші тәсілінде бірінші 70-ті 4-ке көбейтіп, одан кейін 20-ны 4-ке көбейтеміз. 70-ке 4-ті көбейткенде 280, 20-ны 4-ке көбейткенде 80. Екеуін қосқанда 360 болады. Келесі есепте бірінші 5-ке 4-ті қосамыз, 9 болады, оны 70-ке көбейтеміз, 630 болады. Одан кейін 5-ті 70-ке көбейтіп аламыз. 4-ті 70-ке көбейтіп аламыз. Одан кейін екеуін қосу керек. 5-ті 70-ке көбейтсек 350, 4-ті 70-ке көбейтсек 280. Екеуін қосатын болсақ 630 болады.
Одан кейінгі есепте 3-ке 4-ті қосып аламыз. 7 болады. Оны 30-ға көбейтеміз. 210 болады. Ал екінші тәсілінде бірінші 3-ті 30-ға көбейтеміз. 4-ті 30-ға көбейтіп, екеуін қосу керек. 3-ті 30-ға көбейтсем 90, 4-ті 30-ға көбейтсем 120. Екеуін қосатын болсақ 210 болады. Келесі есепте 20-ға 10-ды қосамыз. 30, оны 6-ға көбейтеміз. 180. Немесе 20-ны 6-ға көбейтіп алып, одан кейін 10-ды 6-ға көбейтеміз. 26-ны көбейтсем 120, 10-ды 6-ға көбейтсем 60. Және екеуін қосу керек 180 болады. Және келесі есеп бірінші 40-қа 30-ды қосамыз. 70 болады. Оны 2-ге көбейтеміз. 140 болады. 40-ты 2-ге көбейтсек 80 болады. Nerede көбейтсек 80 болады. Одан кейін 30-ды 2-ге көбейтеміз. 60 болады. Екеуін қоссақ 140 болады. Енді келесі есепте бірінші 20-ға 10-ды қосамыз. 30 болады. Оны 8-ге көбейтеміз. 240 болады. 20-ға 8-ді көбейтеміз. 160. 10-ға 8-ді көбейтсек 80. Екеуін қоссақ 240 болады. Келесі бірінші 5-ке 3-ті қосамыз. 8 болады. Оны 10-ға көбейтсек 80 болады. 5-ті 10-ға көбейтіп аламыз. 50 болады. Және 3-ті 10-ға көбейтіп аламыз. 30. Екеуін қосатын болсақ 80 болады. Енді 4-ші ай есебі гүлзарлардың периметрін әр түрлі тәсілмен тап. Бірінші гүлзарға қараңыздар, ұзындығы 6 метр. Ені 4 метр болып тұр. Олай болса периметрін әр түрлі тәсілмен анықтайық. Бірінші тәсіл бойынша ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Сонда 20 метр болады. Ал екінші тәсілінде әр қайсын жеке-жеке қосып шығамыз. Ұзындығынан 2 бар, енінен 2 бар. Оларды қосқанда 20 метр болады. Ал енді үшінші тәсілінде ұзындығын 2-ге көбейтіп алып, енін 2-ге көбейтіп алып, екеуін қосу керек. Сонда 20 метр болады. Енді екінші гүлзарға қараңыздар, оның ұзындығы 20 метр, ені 10 метр болып тұр. Бірінші тәсілінде екеуін қосып 2-ге көбейтеміз. Сонда 60 метр болады. Екінші тәсілінде ұзындығын, енін қосамыз. Сонда 60 метр болады. Үшінші тәсілінде ұзындығын 2-ге көбейтіп, енін 2-ге көбейтіп, екеуін қосу керек. 60 метр болады. Енді әй есебі осыған ұқсас есептер құрастырып көр. Бұл жерде ұзындығын 7 метр деп алайық, ал енін 10 метр деп алайық. Бірінші тәсіл бойынша ұзындығын еніне қосып 2-ге көбейтеміз. Сонда 34 метр болады. Екінші тәсілде әр қайсысын жеке-жеке қосамыз. Ұзындығын, енін. Сонда 34 метр болады. Үшінші тәсілінде ұзындығын 2-ге көбейтіп, енін 2-ге көбейтіп, екеуін қосамыз. Сонда 34 метр болады. Енді 5-ші есеп ұзындығы 7 метр, ал ауданы 21 метр квадрат бақты қоршау үшін бағбанға қанша метр қоршау керек? Сонда бізге бірінші енін анықтау керек, одан кейін периметрін анықтау керек. Қоршау дегеніміз бұл периметрі деген мағына. Бірінші ауданның формуласын жазып алайық. Сонда ұзындығын еніне көбейткенде ауданы анықталады. Осы жерден енін анықтасақ болады. Ауданды ұзындығына бөлеміз. Сонда 21 метр квадратты 7 метрге бөлсек, ені 3 метр болады. Енді ені де ұзындығы да анықталды. Периметрін анықтауға болады. 2 қабырғасын қосып 2-ге көбейтеміз. Сонда 7 метрге 3 метрді қосып 2-ге көбейтетін болсақ, 20 метр болады. Жауабы периметрі 20 метр екен. Яғни қоршаудың ұзындығы 20 метр екен. Енді 6-шы есеп тіктөртбұрыштың периметрі 20 сантиметр, ал ұзындығы 6 сантиметр. Тіктөртбұрыштың енін тап. Мынау ұзындығы 6 сантиметр. Енін анықтау керек. Периметрдің формуласы беріліп тұр.
Ал бізде периметрді анықтау үшін екі қабырғасын қосып, екіге көбейту керек едік. Сонда осы жерден енін анықтайтын формула шығады. Міне, В дегеніміз ені, сонда периметрді екіге бөліп, одан ұзындығын азайтсақ болады. Олай болса, периметрі 20 сантиметр, оны екіге бөлеміз де ұзындықты азайтамыз. Сонда 10-нан 6-на азайтсақ, ұзындығы 4 сантиметр екен. Жауабы 4 сантиметр. Енді 7-ші есеп. Біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі жөке, қалғандары үйеңкі отырғызды. Мектепте 800 оқушы бар. Неше бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі отырғызды. Бірінші қайыңнан қанша отырғызғанын анықтайық. Жартысы дегеніміз бұл 2-ден 1 бөлігі деген мағына. Сонда 800-ді 2-ге бөлеміз. Сонда қайыңды 400 оқушы отырғызған екен. Енді жөкені ширек бөлігі. Ширек бөлігі дегеніміз 4-тен 1 бөлігі. Олай болса, 800-ді 4-ке бөліп 1 бөлігін алу керек. Сонда жөкені 200 бала отырғызған екен. Қалғаны үйеңкі. Олай болса, барлығы 800 еді. Одан 400-ді және 200-ді азайтамыз. Сонда 200 үйеңкі болады. Жауабы 200 оқушы үйеңкі отырғызды. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.